карантиннің ұзару немесе ұзармауы ол сізбен бізге байланысты. Өткен жолы, егер есіңізде болса, біз 1 ай төтенше жағдай жариялап, карантин енгізіп, қатаң талаптарды сақтадық. Ол тиісті көмектесті дәрежеде. Бірақ 11 мамырда жаңағы бірте карантиндік нормаларды жеңілдете бастаған кезде азаматтар талаптарды ұмыт кетті. Енді көргеніңіздей бірден азаматтардың саны өсті, өкінішке орай. Сол қателікті біз қайталамауымыз қажет. Сондықтан 2 жұма көзді ашылғанша өтіп кетеді. Әрине, біраз адам тағы да уақытша күтуге мәжбүр болды. Бірақ егер біз қазіргі уақытта күнделікті сағат сайын тәртіпті сақтамасақ, әрине оны созуға тура келеді. Біз оны қаламаймыз. Созбау үшін біз қазірден бастап бұрынғы қателіктерді ескеруіміз қажет және соны қайталамау қажет. Соған шақырамыз. Біз қолымыздан келгенше барлық мемлекеттік қолдауды көрсетіп отырмыз. Әрине, ол мемлекетке де керек емес бізге. Себебі карантин кезінде, төтенше жағдай кезінде біздің қалалық бюджет 60 миллиардтан астам қаражат түспеді биылғы жоспарға сәйкес. Сондықтан ол кәсіпкерлерге де қажет жоқ, азаматтарға да қажет жоқ. Егер біз тәртіпті сақтап, бір-бірімізге көмектесіп, дәрігерлерге қол ұшын бергеніміз, ол тәртіпті сақтағанымыз. Соны ұмытпасақ, біз міндетті түрде бұрынғы қалыпқа бірте келетін боламыз.